Ай, маса шақты мені, маса. Ай, мен тере шақты, ай. Ой, маса шақты. Маса мен үйде бар екен. Мама бізді маса шағып алды. Сәлем, достар. Достар каналға Қош келдіңдер. Достар, біз 35 мың подписчикпіз. 35 жарым. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Мынаны 100 мыңға апару керек. 100 мың кеткен жоқ. Жарайды. Так, мынау не ғой, айтайын дегенім, мына телевизордың барлығын ашып, светтің барлығын жағып қойыпсыңдар, өздерің шу телевизор көрейін деп жатсыңдар ма? Мына светтердің барлығы қосылып тұрған кезде терезелерді жауып қойсыңдар, әйтпесе маса кіріп кетеді. Маса кіріп алып, әйтпесе түнімен ұйықтатпай қояды бізді. Нарик, сен не көрейін деп жатсың? Короче, біздің балалар таласып Сатта апай көрейін деп отырмын. Жоқ, сен мені күнде көріп жүрсің ғой, басқа нәрсе көрсей? Басқа нәрсе Көрініп тұр, мама қатты. Жарайды, өздерің отыра беріңдер. Ана барын сақабайын ба? Мен ана барды сақаба. Ана бабаны сақаба барады екен. Нәдесіні сапады. Онда мен кіріп барды сақабамын. Жұта мен ұйықтадай. Барды сақабай. Ашқыншыды сақабай. Ай! Шағып алдым ба болды? Білмеймін, бір нәрсе соғып жер, бір нәрсе шақты мені. Жарайды. Сендер әлі отырсыңдар ма? Мына терезені жаппапсыңдар, қазір түнімен маса кірсе үйге ұйықтатпады дейсіңдер. Қазір жабамыз. Жапсаңдар енді қазір кім түсінсіңдер. Жарық кезде маса кірмейді деп ойлайсыңдар ма? Кіріп кетеді ғой. Қазір түнімен мені ұйықтатпады дейсіңдер. Өздеріңнен көріңдер, түсіңдер ма? Мен сендерге айтып ескерттім. Қазір жабамыз. Жауып қойыңдар. Жаңа шынымен де ызыңдаған бір дауысты естідім. Ағамның денесін сағып алған. Жерін шағып алды ма? Мына жеріңді үлкен болып шағып алыпты. Маса кірді ма? Мұнда қараңдар, перденің артын бәрін қараңдар. Іздеңдер, маса ол жүреді. Түнімен ұйықтатпайды сендерді. Перделер бет сілкіп жіберіңдер. Сондай жерде масалар жүреді. Маса қайда? Ызыңдаған шынымен дауыс шығып жатыр, Ызыңдаған. Татыр тыңдандар. Көрінбейді, бірақ дауыстар шығады. Осы бір жерлерден шығып жатыр, қараңдар. Қараңдар, естіліп тұр ма? Бір үлкен маса кіріп кеткен ғой, негізі дәу маса сияқты өзі ше. Ызыңдап жатыр, дауысы деген қатты шығып жатыр ғой. Мынаны алып тасташы, мына жерлерде жоқ па? Не ұшыватыр? Жаңа қойылып көтерілді? Білмеймін ғой, қайға не маса ұстап алып, ойнап жүрмеген шығар. Жоқ па маса? Дауысы шықпай қалды ма қайтада? Шықпай қалды. Қайдасың маса? Масаны сөйтіп іздей ма не? Ай! Не болды? Ай, шағып алдыңыз. Онда осы жерлерде қараңдар. Қай жерін шағып? Мына жерін шағып алды. Қараңдар. Ұшып кетті. Шапалақпайды ұратын ше, соны алып кетіңдер, соны масаны. Көрсеңдерші енді. Бірақ мына бір жерлерден дауыс шығып жатыр, ызыңдаған үйге бір дәу маса кірген сияқты. Сен қане? Мынаумен ұрасыңдар ма? Қараңдар, бәрі сындырып тастады. Кім мынаны сындырған? Шыбынды қуам деп осылайынан сындырып тастапты. Так, жарайды енді. Қайттан дауыс шықпай қалды. Дауыс шықпай қалды ма? Болды, отырыңдар, телевизорды өшіріп тастапты біз деп жатсыңдар ма? Ана екі бағаншы сағып алып, содан ода түстім. Ой! Не болды, Масан? Маса сынмен де бар екен, тездетіп іздегісі. Шағып шықты ғой? Бәрін де шағып шықты ма? Енді сіздің кезегіңіз секілді. Кезекке қойып қоймаған шығар, бірінші сені, одан кейін сені деп. Іздеңдер онда масаларды, өстіп отыра беріңдер. Маса қайда екен, маса? Іздеңдер, әлі жүрсіңдер таппай уже. Мына жерде бір маса ұшып баратыр. Бір маса жүр ма мына жерде? Көріп тұрсың ба? Бір дыбыстан шығып жатыр. Ана тұрған, ана жерде бір маса тұр. Бұл. Ана жерде бір маса тұр. Ұшып кетті, ұшып кетті. Қашып кетті ма? Мына астын қарасыңдар, астында жоқ па? Астын бетіп жүрсе жоқ па? Қайға кетіп қалды? Мына жақта тұр, бір маса тұр, мына бір жерде. Мына бір жерде, ұр, мына бір жерде, ұр.
жоқ па, кетіп қалды ма? Ой, тағы да қашып далаға шығып кеткен шығар мүмкін. Жарайды, болды, кетіп қалса онда отыра беріңдер. Мынанда кішкентай бір маса көріп тұрмын. Міне ұстадым, тастатыр. Тұра тұр, тиген жоқ па? Міне. Болды, ұстадым. Не, салфеткама бірдеңе алып келші, бар тез мына жерге. Ана ұстадым мына бір масаны ше, ызыңдап кәдімгідей. Алып кел. Фу. Болды, алып тастайын. Болды, далаға тастап жіберейін мына масаны, әйтпесе түнімен ұйықтатпайды бізді. Мына бір ызыңдаған маса түнімен ұйықтатпайтын. Болды, тастап жібердім. Мына терезені жауып қойшы, әйтпесе масалар үйге кіріп алса, тағы да. Ай, мен абақтып еді, аяғы ауқады. Кеше сап тастады. Басқа деседен дабам. Жота үйге кет. Оты сағабам қайттан. Басқа деседен келемін. Мына деседен кетім. Қасуғады сағабам. Бұндап таса. Жегізіпкен ғой. Мешені сағабам. Ай, болды. Мен шағыл жебедім. Ой, тағы. Маса кірді ма? Шақ. Не oldu тағы да? Маса шағыл oldu мен тағы. Шақ. Ойбай. Не болды? Маса қайтадан кіріп кетті анасы. Мына терезені жауып тастады. Мына терезелер ашық қалған екен. Қайтадан кірді ма не? Маса кіріп кетті ма іштеріңе? Қатты шағып тастады ма не? Шыны күшті алайын да тағы да масаны тауып алайын. Жоқ, мына терезелерден кірген ғой тағы да ұсталып. Тұра тұрыңдаршы, дауысын естекші, ызыңдайтын шығар. Или ызыңдамайтын шығар, әдейі біліп қояды деп, бірақ тауып алу керек мына масаны ше. Мына жерде бір сап-сары маса тұр. Көріп тұрсыңдар ма? Сен масама бізді шағып жүрген. Сен кімсің? Мен Машамын. Машасың ба әлде масасың ба? Маша. Маша медведтегі Машасың ба? Жоқ, Маса. Масасың ба? Ызыңдап жүрген сен ба? Неге шағасың? Достар, біздің үйге мынандай дәу маса кіріп алған. Пөпе, өгіз. Сөйлейтін маса ғой. Сен қайдан келдің маса? Мен даладан келдім. Далада біздің үйге неге келдің? Ой, енді ағаға тишіні саппай атқан. Терезені жаппағасын сен кіріп кеттің ба? Сен не істейсің біздің үйге кіріп ал? Бағана жапып топ тастау керек еді. Маса, сен не істейсің бұл ағаларды? Мені не істейсің сен? Мен шағам. Шағасың ба? Неге шағасың? Сен бізді шақпасай, сен шағасың да қолымызды қып-қызыл қылып тастайсың, сен жазбысың. Бетімді қарап, сен өз-өзің шағып алған жоқсың ба? Что-то өз-өзің шағып алған сияқтысың. Әзір жабайы масалар шағып алды ма? Сен әдемі маса екенсің бірақ. Сен бізде де қаласың ба? Бірақ бізді шақпауың керексің. Шақам. Шақпасай, сосын бізбен бірге дос боласың. Біз саған үй жасап береміз. Масалардың көп бал береміз. Масалардың үйі боламын. Маса бал жеймай. Шақпай ақады. Шақпайсың ба? Онда біз алып қаламыз ба? Алып қалайық. Бернарик, не істейміз? Алып қаламыз ба? Өзі сап-сары әдемі маса екен. Бір нәрсе келген кезде пычақ еткізіп алады. Бірақ мына біздің шыбын-нұрғыш сияқты сап-сары екен. Мен жақсы көріп қалды. Егер бір аң келеді, шағылады. Онда сен біздің досымыз боласың ба? Басқа масалар кірсе, сен солардың бытшын шығар, үйден шығарып жібересің, Өйткені ол сенің таныстарың ғой, біздің үйге кіргізбейсің. Ал біз жаз бойы терезені ашып қояйық, Мен ана басқа шыққан кезде мен шағып алып. Соларды шағып алып қуып жіберді. Бірақ біз тереземізді жаз бойы ашып қойып, ешқандай масаны кіргізбей үйге, Сен масаларды қарауылдап тұрасың, масалардан бізді құтқарасың. Армия жасап ал. Жоқ, армия жасаса көп маса кіріп кету керек қой үйге. Бір тер маса болады бізге. Баша деген бүйтіп Ал достар, біз даладан келген масаны дос болып кеттік. Біз бұл масаны енді өзімізбен бірге алып қалатын болдық. Бұл біздің жануар. Басқа масалардан қорғайтын болады. Солай ма? Мықтысың ба сен? Сен мықтысың ба маса? Достар, қараңдар, күші көп екен масаны. Ана точный. Болды, бізді қорғайды, Ана тіпті шыбын келсе де бәрін. ұстап тастайды ғой. Ана терезені ашып қой онда, Шөнти.
бүкіл масаның бәрін үйге кіргізбейтін біздің мықты маса досымыз болды. Иә, біздің мықты маса досымыз. Армияда мамаң керек емеспін. емес. Мама десей. Маса. Так, Маса, сенің атың кім болды? Саған ат қояйық та. Сен атың кім? Маса туылған кезде сендерге ат қоя ма мамаларың? Сен атың кім? Айше. Айсел деген маса. Әдемі екен сенің атың. Онда біздің Айсел деген масамыз бар, достар. Өзің қыз болған мен күшігім. Иә, Ернарик не істеп жатсың? Мен сөзі ашық қояйын. Ернардан басқа бой ұзын адам жоқ қой бұл үйде. Ол ақша алмай ашыңдар. Ал. Так, осымен достар, біз үйге дәу маса кіріп кетті деген видеомызды аяқтаймыз. Маса, Айсел, не дейміз достарға? Байпасында, комедиясында. Пока-пока. Келесі видеода кездескенше. Пока-пока.